саған дұға етемін, және сенен киелі рухтың біздің жүрегімізге әсер етуін сұраймын. Жүрегіміздің тереңіне енуін сұраймын. Мені қазір ыдыс ретінде пайдаланыңыз, бұл сөзді жаратқан ие бөлімдерімізді өтуге көмектесін. Біз үшін қиын өмірлер жаратқан ие сенің сөзің біздің әркімге жаңа жолмен ашылсын. Өмір ал сенің есімің әр нәрседе және әрқашанда асқақтасын. Әумин. Ал сен білесің, алдымен мен саған еске салғым келеді. YouTube алгоритмі осылай орнатылғанын еске түсіріңіз. Енді мен уағыздаймын, егер мені білсеңіз. Олар сен уағыз айтасың, және бәрі менің өмірімде дейді. Бәрі мен туралы, бәрі менің өмірімде. Сен бұл Құдай екенін түсінесің бе? Бұл Құдай ғана тиісе алады, тек Құдай ғана. Мен арқылы сөйлеу, өйткені мен жалпы нәрселер туралы айтамын. Егер бұл саған өз қандай да бір учаскелеріңнен өтуге көмектесе, онда пікір қалдыру қиын емес екенін білесің, өйткені YouTube ол пікірлер мен реакция бар жерді таратады. Басқа біреуде мұны есту үшін, және бұл оған да көмектесті. Өз үмітсіздік аймағынан, проблемалар аймағынан өтіп, одан шығуға, ал уағызды мен шақыру принциптері немесе Петрден келген Інжіл деп атадым.